Мырзатай Жолдасбеков. Асылдарым кітабынан. Нұрғиса. Қазақ мәдениетінің жарық жұлдызы, биік мәртебесі Нұрғиса Тілендиев атасының құдайынан тілеп алған, әкесінің сұрап алған ұлы, анасының жарқырап туған күні. Тылсым табиғаттың, әлемнің не бір ғажайыптары болатыны сияқты, адамзаттың да небір кереметтерінің, көсемдері мен шешендерінің, даралары мен даналарының болатынын біз жақсы білеміз. Арғысын айтпағанда, көзіміз көрген өнердің сондай даналары мен көсемдері қара сөзде Мұхтар Әуезов, Әбіш Кекілбаев, ақындықта Мұқағали Мақатаев, музыкада Нұрғиса Тілендиев. Көзінің тірісінде аты аңызға айналған екі адам болса, бірі Бауыржан, бірі Нұрғиса. Нұрғиса Тілендиев қазақ даласының сахнаға айналдырып сазға бөлеген жасампаз, музыка өнерінің ашылмай кеткен жұмбағы, шешілмей кеткен сыры, таусылмайтын кені, тот баспайтын асылы, сарқылмайтын бұлағы, сөнбейтін шырағы, талмайтын пырағы, қалқайған құлағы, лапылдаған жүрегі, құламайтын тірегі, ақиқат азбайтын руғы, әннің тіккен туы, асқар тауы, күйдің соққан жері, қара дауылы, ақ бораны, мауқымызды басқан, әні елге ем болған балгер, бармағынан бал тамған арқалы домбырашы, кеудесінен күй қоздаған күй құдірет. Ол өлімге қимайтын, жердің қойнына симайтын асылымыз, жақыннан да жақынымыз еді, еліміздің еркесі еді. Еркелігі де, тентектігі де, жүріс-тұрысы да өзіне жарасып тұрушы еді. Бәрін біліп тұрып әдейі істеуші еді. Аты Нұрғиса, заты өнер, атасы күй, анасы ән. Аты да, заты да әдемі еді, бауырмашыл еді, егіліп, елжіреп тұрушы еді. Ол қазақ музыкасының бүтіндей бір ғасыр еді. Халқымыздың ардағы әрі саңлағы еді. Қолына домбыра тисе боран соққандай, дирижер боп тұра қалса дүниенің астан кестең шыққандай болушы еді. Асыл аға бүгінде арамызда жоқ. Бірақ Тілендиевтің өмірі озғанмен таланты тозбайды. Туған халқы оның әндерін бесікке бөлеп тербейді. Аты абыройға, мұрасы ырысқа айналады. Әбіш айтқандай, Нұраған халқымен бірге мұңдасып, ұрпақпен бірге сырласып, әнін салып, күйін тартып, бәз баяғысынша жүре береді. Ол орнатқан күй әлемі дүние тұрғанша тұрады. Иә, ол туған халқымен мәңгі бірге жасайды. Оның байтақ мұрасы шедеврге, өзі келесі ұрпақтың сырласына, халқы табынатын пірге, адамзаттың Нұрғисасына айналады. Қазақ даласының буыны сырқырап, қазақ баласының жүрегі сыздап сағынатын болады. Оның әруағына табынатын болады. Еліне еркелеп алшаң басып, жалпақ дүниені белшесінен кешіп, аңқылдап жүрген шағында Нұрағаннан қашқандарға енді бүгін ол кісіні білгендерің үшін, бірге жүргендерің үшін мақтаныңдар дер едім. Тірінің парызы Тілендиев мұрасын, ондағы нәзік лиризмді, гауһар мен маржанды, асқақ пафосты, эпикалық заңғарлықты, динамизмді зерделеу, сөйтіп Нұрғисаның тайниктерін ашу. Сазгер деп жүргеніміз меніңше әуесқойлыққа жақын ұғым. Ал Нұрғиса Тілендиев ұлы композитор, ұлы дирижер, асқан күйші, шын өнердің импровизаторы, халық қаһарманы. Композитор Тихон Хренников демекеңе Тілендиев тұнып тұрған музыка, бұл құбылыс. Оның отырар сазы қазақ музыкасының халықпен жалғастыратын алтын көпір деген екен. Шынында да солай. Отырар сазы бүгінгі қазақ музыкасын, оның Нұрғисадай жасаушысының жарқын есімін ғасырдан ғасырға алып баратын көш керуен, халық өнерінің ақ ордасы, қара шаңырағы. Отырар сазының аты Нұрағанның атымен егіз. Сондықтан отырар сазының мәңгі бақи бас дирижері еді. Көркемдік жетекшісі де, әкесі де, атасы да,
пірі де Нұрғиса Тілендиев болып қала береді. Бәріміздің басымызды қосып отырған, әлі де талай қоса беретін Нұрағаның рухы өлмесін, аруағы қолдай берсін. Жиналған мына жарқын салтанаттарыңыз құтты болсын. Ардақты ағайын.